Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 6 июль 2023 жыл. 2020 жылы үй салдыртып бастадық. Енді осы жылы жаймен үйдің ішкі жұмыстарын істетіп жатырмыз, яғни ремонт жасатып жатырмыз. Соған байланысты осындай видео түсіріп тұрмын, яғни қандай нәрселер жасалды, сол туралы видео. Сосын, егер де сіздер менің YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Сонымен, жаңа айтқандай, ремонт жасатып жатырмыз. Майдың кезінде стяжкасын құйдырттық. Ол туралы айттым, яғни видео түсірдім. Сосын үйдің включателі, розетка, анау-мынау сондайларын істеттік. Ол жаңағы видеомен бірге айтылды. Ол туралы да енді бүгінгі көрсеткім келгені, сол майдың аяқ жағында жаймен үйге есік қойдыртып бастадық. Яғни бөлме аралық есіктеріміздің түрлері міне мынандай. 2021 жылы алдық. 7 есік, 5-еуі 80-дік. Сосын мына туалет ваннаныкі 70-дік екеуі. Штук 60 мыңнан болды. Есікпен есіктің мынандай коробкасы 60 мың. Есіктің ішіне не кірмейді, топса кірмейді. Топса бөлек, топса шатаспасам 5 мыңнан болу керек. Сосын комплектке ручка да кірмейді, мынау да кірмейді. Мынаның барлығын бөлек алдық. Ручкалары шатаспасам 4,5 мың теңгеден болу керек. Сосын мынау да 4,5 мың теңге шығар, шатаспасам. Мынау күршік қой, іліп алатын. Түсінгеніңіздей, есік қойдырттық. Есікті қашан қойып бастады екен? Где-то майдың 20-лары, 15-терінен бастады деймін. Шатаспасам солай болу керек. Где-то майдың аяқ жақтарында бітірді есік қоюды. Сосын есіктерді бөлек адамдарға қойдырдық. Шпаклевканы бөлек адамдар жасады. Оны да сол кезде бастады. Где-то шатаспасам 3-4 күн кетті деймін. Яғни шпаклевканы жасаған адамдар бөлек жасады, есікті қойған адамдар бөлек адамдар. Қаншадан қойылғанын білмеймін, яғни есік қойдыруға қанша ақша кетті. Сосын шпаклевканы қаншаға жасатқанын білмеймін, оны да білмеймін. Ол жағы мен үшін беймәлім, сұраған жоқпын. Содан кейін шпаклевка есігін қойдыртып болғаннан кейін затын жасаттық. Отоплениясын қойдырттық. 2 түрлі батарея қолдандық. Сосын батареяларды біздер 2021-де есік сатып алған кезде батареяларды сатып алдық. Бірінші Роман деген батарея, екінші Solaris деген батарея. Роман деген батареядан 75 секция алдық. Мынадан Solaris деген батареядан где-то 50 болу керек, шатаспасам. Сосын дополнительно 2 секция алдық деймін тек қана. Яғни секция деп тұрғаны міне мынандай. Мынау 1 секция, мынау 2 секция. Сосын отсекілік тұрбалар алдық. Оны кеше осы мына нені отопленияны қондырардың алдында алдық. Сол темір терсектер алдық. Мынандай атвод, матвод дейді ғой. Мынандай нәрселер. Мынандай не атнет, контргайка. Осындай сгон.
Сондайларды алдық. Соның өзіне где-то 20 000 теңге кетті. Сосын точно білетінім батареяларды бір терезенің алдына қойылатын бір точканы 12 000-нан жасаттық. Сосын нені атнет котелді 15 000-ға қойды. Общий 120 000-ға шықты. Яғни 120 000-ға жасап берді. 120 000-ға темір терсек алдық. Тек мына батарея, отвод, қыртшық. Бір сөзбен айтқанда темір терсектер 120 000-ға шықты. Мынау енді батареялардың бағасын ұмытып қалып тұрмын. Мынау Solaris деген батарея. Solaris'тан бір терезенің алдына 16 неден түсті. 16 секциядан түсті. Ал Роман деген батареядан 15 секциядан түсті. Мына жері не? Solaris. Мынау не? Мынау туалет. Мына жерде Solaris 9 штук. Мынау уже Роман. Бұл жерде уже 10 штук. Екеуінің айырмашылығы бар. Solaris пен Романның. Solaris'тің несі? Бір секцияның ені 6,5, ал Романдікі 7,2. Осындай айырмашылығы бар. Түсінгеніңіздей. Кухня жаңағы айтқандай Solaris. Мына бөлме Solaris. Сосын мына жер Solaris, мынау коридор, яғни дәліз. Мына жер уже Роман. Мына жерде Роман бір терезенің алдына 15 штуктан түсті, яғни 15 секция мынау тұрған. Сосын екі үлкен бөлме. Мына бөлмеде екі терезе бар. Мынау да Роман, анау да Роман, 30 штук Роман. Сосын батареяларды терезенің алдына дәл өлшеп қойдық. Терезенің енімен бірдей қалдық. Яғни подоконникпен бірдей қалдық. Себебі пол не болғаннан кейін, атнет жаңағы стяжка болғаннан кейін, яғни бетон болғаннан кейін осындай қалдық. Мына бөлме, мына үлкен бөлме. Бұл жерде уже не атнет ненің терезенің размері 140-та 160, подоконник 160. Мына жерде уже 20 секция. Бұл да Роман. Түсінгеніңіздей 75 штук Роман. Сосын қалғаны Solaris. Сосын оның нелерін білмеймін, бағасын ұмытып қалып тұрмын. 2021-де сатып алынғаннан кейін. Сосын осы жақында, осы аптаның екінші күні, яғни бүгін 6 болса, 5-і, 4-і. 4-і күні натяжной потолок, яғни кермелі төбе соның. Екінші күні бітіріп кетті, яғни 4-ші июль күні. Қазір көрсетіп жіберейін. Мынандай төбеміз. Нелер цветтерді сөндіріп тастай қойын. Мынау не алдайды, мынаны фонарик деймі. Мына бетке 4-ю, яғни 4 фонарик түсті. Мынандай үлкен бөлмелерге общий 8 фонарик. Мынандай фонарик үлкейтіп көрейік. Үлкейтіп көрсетсе, качество жақсы болса. Осындай фонарик. Түсінгеніңізде залға, мына залға, бірінші залға 8 фонарик. Мына жақтағы екінші залға да 8 фонарик. Дәлізге, яғни коридорға 6 штуктан кетті. Мына жерде 2, ортада 2, ана шетте 2. Сосын кішкентай бөлмелерге 4-ю кетті. Яғни
әр бұрышқа бір-бірден. Мынандай. Сосын кухняның несі жарығы мынандай фонарик. Бұл жерде несі жоқ, люстрасы жоқ пока. Алып тастады, анандай алып қиып тастады затын. Мешать еткен шығар. Кухняның фонарик мынандай. 6 не? Мынандай зат. Осындай. Бұл кухня. Сосын туалет, ванна мынандай. Мынау туалет. Үлкен не? Атнет. Үлкен фонарик. Мынақта екеу. Мына жер кішкене үлкенде болғаннан кейін екі үлкен фонарик қойылды. Нені? Атнет. Жаңағы мынаның аты. Натяжной потолокты грубо есептегенде 1,5 күнде бітіріп кетті. Алдыңғы аптаның 7-ші күні түстен кейін бастады. Где-то 1-1,5 бастаған шығар. Кешкі сағат 6:30 ба 7-ге дейін істеді. Содан кейін кетіп қалды. Келесі күні 1-ші күн келді, яғни уже 3 июль түске жақын келді. Күнде где-то бір 6-ларда, 5-терде, 5:30-ға дейін істеп кетеді. Бір 5-6 сағат күніне. Сосын істеген адам жалғыз өзі істеді. 4 жыл нем бар деді, опытым бар деді. Молодец, 1,5 күннің ішінде бітіріп кетті. Жалғыз өзі жасап. Пока осындай хабар. Сосын айтпақшы, нені? Батареяны істеткен жігіттерге не істеттік? Біздерде 2018 жыл зат болды. 2018 жыл зат жасаттық. Зат болды деп болған. Қақпа жасаттық. Екі жаққа қарай ашылатын қақпа. Сосын бөлек есігін жасаттық. Калитка. Орысша айтқанда. Есік мынақта тұрды. Мына жерде. Ворота мынақта сірә. Сосын былтыр заборды бұздырған кезде мынақтың есігін жауып тастадық, яғни жаптыртып тастадық. Сосын забордың астына фундамент құйдыртып, солай забор жасаттық, бірақ немізді жасатқан жоқпыз. Воротамызды орнатқан жоқпыз. Сол воротаны осы жылы мына отопленияны қондыртқан балдарға істеттік. Оны қаншаға істеткен білмеймін. Бірақ екі жаққа қарай ашылатын қақпаны ортасын қостырып, роликпен ашылатын ворота қылып істетіп алдық. Сосын есікті де қойдыртып алдық. Заборды болгаркамен кесті. Енді мына жерден көрінбейді. Қазір далаға шығып көрсетем. Заборды болгаркамен кесті. Жаңағыдай тас, кірпіш, сондай нәрселер кесетін немен дискімен кесті. Есіктің размерін алып бұрынғы есігімізді қайтадан қойдыртып алдық. Бір сөзбен айтқанда, осындай жаңалықтар, осындай хабарлар, егер де YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып отырыңыздар. Міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Сосын сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазуыңызға болады. Немесе өздеріңіздің көзқарастарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарийға жазып отырыңыздар. Видеоны достарыңызбен әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы міндетті түрде таратып бөлісіп отырыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.